Біз бұдан былай балалар үйіндегі әлімжетке шыдап жүре алмаймыз. Біз өз заңымызбен өмір сүруге тиіспіз. Менің ойыммен келіседі деп ойлаймын сендер. Әрине келісеміз. Бізді олай қорлауға да ешкімде қақысы жоқ. Мен көше заңымен өмір сүруге дайынмын. Бекарыс келісумен келісеміз ғой. Бірақ қалай күн көреміз, қайда түнейміз, не жеп не ішеміз дегендей. Амалдаймыз. Бірақ менде бір ұсыныс бар. Қандай? Біз барлығымыз топырлап жүретін болсақ, адамдардың көзінен көріп қаламыз. Сондықтан балалар, біз жұбаныш екеуміз екі топқа бөлінейік. Себебі біз екі үлкенбіз. Олай болса ең алдымен түнейтін орын дайындайық. Қалған мәселелерімізді ертең ақылдасамыз. Рома, сен маған ештеңе айтқың келіп отқан жоқ па? Жоқ. Онда неге табыс азайып кетті? Әлде мені алдап жүрген жоқсың ба сен? Жоқ, мүлдем олай емес, Шыңғыс аға. Сізді алдап, ажалынан бір күн бұрын өле алмай жүр дейсіз ба? Байқа. Әлде менің орнымды алғың келіп жүрген жоқ па сен? Жоқ, ол не дегеніңіз? Құдай сақтасын. Қалай аяққа тұрғыздым, солай сындыра салам, мені білесің. Қанша табат, соның бәрін санап, маған әкеліп отыр. Жарай ма? Жарайды.
бүгінгі табыстар жаман емес. Жаман емес. Бұлай жалғастыра беретін болсақ, күн көрісіміз жақсы болатын секілді. Бірақ бір жерге келе бергеніміз болмас. Ертең басқа жерге барайық. Әрине басқа жаққа бару керек. Бұл күні кеше қолға түсқанымыз мүмкін. Бегас қайда барамыз дейді, сонда барамыз ғой. Балалар, ұрлық асыл қапамайды. Осы істі тоқтатып, басқа кәсіппен айналысайық. Қыздарым, біз аналарың екеуміз бір жұмыстармен кетіп бара жатырмыз. Ал сендер кешке дейін әжелеріңнің үйінде бола тұрыңдар. Ал мына ақшаға керек нәрселеріңді аларсыңдар. Әкешем, ойындамай барып келе беріңіздер. Асықпай қойыңыздар. Әжімізді сағынып кеттік қой, қасына біраз болайық. Иә, әкешім, ертең демалыс қой, біз осында боламыз. Ертең де алып кетсеңіз де болады ғой. Жарайды, әке, кете беріңіз, біз өзіміз кіре береміз. Жоқ, қыздарым, жүре қойыңдар. Мен сендерді әжелеріңе табыстап кетейін. Балалар, ақша менде бола берсін. Тапқан табысымызды кешке ортаға тастаймыз. Жарайды онда. Жалпы ішінде қанша ақша бар екен? Қанша ақша бар екені маңызды емес. Бастысы ортақ табыс қой. Иә, ота атасынан білеміз қанша екен. Онда кетсек, мына жерде ұзақ тұрмайық. Жарайды онда, жүріңдер. Я никак не могу понять, почему все время мама ругает меня, как будто я не родная. Все время ругает меня, надоело уже. Аиша, мама енді саған жаман болсын демейді ғой, өзің айтқанын істемегенсің, ұрсады. Не учи меня, я сама буду решить, как буду с ней разговаривать. Аиша, аяр дұрыс айтады. Мамаға айтып сөйлеуге болмайды ғой. И ты туда же, я вам повторяю, сама буду решать, как разговаривать. Біреулер анаға зар өссе, мыналарға қарашы, анасы ренжуін. Қолда бар алтынның қадір жоқ деген осы шығар. Шыңғыс аға, сізге айтатын бір жаңалығым бар. Айта бер. Мына біздің территорияға жаңадан бір боқмұрындар пайда болған сияқты. Кім екенін анықтадың ба? Әзірге жоқ, бірақ жақын арада міндетті түрде анықтаймын. Маған сенсеңіз болады, Шыңғыс аға. Бүгінгі табыс қайда? Сен кім екенін анықта, ертең менің алдыма соларды алып кел. Түсіндің ба? Түсіндім аға.
болды екен олар, а? Балдар, Арлықты доғарайық, ақшаны басқа жолмен табайық. Толықтай келісемін. Не істейтінімізді ертең ақылдасамыз.